Баршаңызға сәлем достар. Осындай қазір қорапшаны жинайтын боламыз. Қараңыздар, бұндай қорапшаны шығару үшін бізге 6 қағаз кетті. Фотобумага глянцевая менде 240 грамм, но менің ойымша 270-300 граммға шығарған дұрысырақ болады, өйткені қатты болып тұрады. Мына ақ сызықтардың барлығын кесіп тастаймыз. Сосын полоскалар көрініп тұр. Сол сызықтар бойынша биговкасын жасап, артық жерін қайшымен кесіп тастаймыз. Міне даже видеода көрініп тұр сызықтары. Сол бойынша биговканы жасайсыз. Биговка не үшін жасалады? Білесіздер, чтобы қағазыңыз осылай дұрыс майысу үшін. Обязательно биговканың ішіне мән бермейміз. Бұл черновик ретінде менде. Енді қараңыздар. Осы барлығын қиып шығасыз. Ақ сызықтарды қиып тастаймыз. Только қызыл сызықтарды ғана қалдырасыз. Биговканы мен канцелярский ножбен жасаймын. Өте ыңғайлы. Қатты баспаймыз канцелярский ножбен, чтобы қағазыңыз жыртылып кетпеу үшін. Міне осылай. Мына жерін биговка, ал мына жерін кесеміз. Міне. Нанды барлығына осылай сызықтарына биговка жасайсыздар, ақ жерін қиып тастайсыздар. Міне биговка жасап жатыр мына жерін биговка также. Осындайды жаңа шығару үшін айттым сіздерге, что 6 қағаз кетеді. Ал ішінен тағы да қағаз салуға болады. Астына қарай бір қағаз. Ол біздің новогодний каналдың ішінде тұр. Укрепление дно деп аталады. Оны қолдансаңыздар болады, егер ауыр заттар салам десеңіз. Ал ауыр заттар салмайтын болсаңыз, онда укреплениясы жасай беруге болады. Но менің ойымша укреплениямен дұрысырақ. Міне барлық ақ сызықтардың бәрін қиып болғаннан кейін шаблондарымызды осылай жинаймыз. Қараңыздар, мынау астыңғы жағы, мынау боковой стенкасын жабыстырып жатырмын. Екі шетіне осылай жабыстырып аламыз боковой стенкасын. Міне, көрдіңіз бе, уже көрініп тұр. После биговки шаблонды құрастыру өте оңай. Міне, мына жерге жағып жатырмын клейін. Мынау стенкалары. Осылай жинап шығамыз. Бұның кішіректеу размері де бар бізде. Мынау үлкен коробочка. Қазір размерін міне видеода айтып кетем, размері қандай екен. 28-де 14, 13-де 5. Мен мына жерде клеймен клейлеп жатырмын. Мынау горячий клеймен де болады, немесе двухсторонний скотчпен. Двухсторонний скотчпен өте тез жиналады. Өйткені бір дегенде ол жабысып қалады ғой, клеймен бүйтіп ұстап тұру керек, чтобы ештеңе ашылып кетпейтіндей. Міне құрастырылғаннан кейін ашылмайды клеймен. Өйткені мен міне құрастырып қойдым, енді голосты записываю. Әлі уже 2-ші күн тұр. Ештеңе ашылып кеткен жоқ. Но ыңғайлы в работе, жаңағы айтқандай, двухсторонний скотчпен или же горячий клеймен клейлеген дұрыс. Тез бітіресіз, ал клеймен бүйтіп ұстап қою керек. Міне біздің коробочкамыз уже почти дайын. Енді мына жерін кішкене майыстырамыз былай. Домиктің ручкаларын былай кигізіп қоямыз. Міне жаңағы кескен жерімізден мына жерін жартылай кестік қой. До конца кеспейміз, чтобы былай ушкиларын салып қою үшін. Міне біздің коробочкамыз дайын. Біздің каналда бұның кішірі варианты да бар. Кіші вариантына 3 қағаз кетеді. Ал мына жерде бізде 6 қағаз кетті. Мына шаблон біздің новогодний каналда 2025 жаңа жыл деп аталады.